Қазақстанда неше түрлі қылмыстық топтар болған. Олардың кейбірін вор в законе деп аталатын адамдар басқарды. Басқаларын жергілікті вор в законелармен байланысты болған басшылар басқарған. Алматыда Баха фестиваль лақабатымен танылған бұрынғы әскери қызметкер Бақыткелді Баясов та осындай адам деп есептелді. Оның ықпалы әсіресе Алматы қаласында жүрген. Бақыт Алматыдағы ойынханалар мен түрлі бизнес ошақтардың барлығын дерлік өз қарамағына алған деуге болады. Айтқанына көнбей өзімен санаспағандарды ол адам құрлы көрмей мүлдем аямады. Баха фестиваль лақабатымен танылған жігіт 1963 жылы Алматы облысындағы Энгельс совхозында дүниеге келген. Ол елді мекен бүгінгі ұрпаққа Қарасаз деген атымен жетті. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевты өсіріп шыққан ауылда Бақыткелді Баясов та туылған. Алайда 4 жас шамасында Баясовтар отбасы қоныс аудармақ болып, еңбекші Қазақ ауданына көшіп кетеді. Туылған жері басқа болғанымен, өсіп өнген мекені еңбекші Қазақ ауданындағы Сөгеті аулы болса керек. Бақыткелді Сөгетіде бар жоғы 1 жыл ғана оқып, қалған оқу жылдарын Шелек ауылында жалғастырған. Мектеп қабырғасында математика мен физикадан Бақыткелді жақсы оқыған. Соған орай балаларының білімін одан бетер жетілдіру мақсатында Баясовтар оны арнайы физика-математика мектебіне беруді ұйғарды. Жәутіков атындағы білім ордасында Баха фестиваль бар болғаны 1,5 жыл ғана оқыған. Білімінен гөрі жігіт бойындағы спорттық қабілетке деген ұмтылыс қуаттырақ болса керек. Өзін болашақта кәсіби спортшы ретінде көрген Бақыткелді кейіннен физика-математика мекенін спорттық мектепке алмастырды. 17 жасында мектепті тәмамдаған ер бала қазіргі Рысқұлов атындағы жаңа экономикалық университетте оқуын жалғастыруға ниетті болады. Алайда 1-ші курста білім алып жүрген кезде оны әскер қатарына шақырады. Нәтижесінде Бақыткелді борышын өтеу үшін Ауғанстанға аттанып, 1981 жылы алғашқы лек сапында соғысқа қатысқан. Дәл осы Ауғанстандағы соғыс бозбала Бақыткелдіні аты шулы Баха фестивальға айналдырды. Атқарған қызметі үшін жігіт көптеген батылдық марапаттарына ие болды. Сондықтан оны Баха фестиваль деп атады. Азаматтық борышын өтеп, елге оралған кезде Бақыт оқуын жалғастырмақ болды. Алайда түрлі себептерге орай ойлағаны іске аспады. Ол жергілікті баспаханаға жұмыс істей бастады. Сол кездері Баха фестиваль спортпен шұғылданып, каратэда белгілі бір табысқа да жеткен деседі. Оның көптеген спорттық достары болды. Соғыстан оралған соң Бақыткелдінің қатыгез болып кеткенін кейбір таныстары байқады. Соғыстан оралғандардың көпшілігінде болатын ауған синдромы деп аталатын ауру Бақыткелдіде болған жоқ. Бірақ соғыс жігіттің дүние танымы мен адамдарға деген көзқарасына із қалдырды. КСРО-ның ыдырауы жаңа экономикалы бағыттың пайда болуы рэкет сияқты нәрселерді тудырды. Баха бұл оның уақыты екенін сезінді. 80-ші жылдардың аяғында ол алматылық кәсіпкерлерді сілкіп бастаған өзінің қылмыстық тобын құрды. Бұл салада ол әлдеқайда ықпалды билікке тап болды. Дегенмен Баха фестиваль ешқашан өз ойлағанына қарсы шықпады және мәселелерді тек өзінің пайдасына шешті. Тіпті ол үшін қару қолдану керек болса да. 90-шы жылдардың басында Баясов өзінің жауынгерлерімен Нью-Йоркке барды. Қылмыстық авторитет аты аңызға айналған қаланы көргісі келген. Онда олар Гарлем деген қала ауданына барып, онда қара нәсілді қарақшылармен қақтығыстары болған деген аңыз да бар. Баханың өзі айтқандай, қазақ бандиттері алып афроамерикандықтарды жеңіп, қарсыластарынан тоқпақ пен атыс қаруларын алып, сол шайқастан жеңіспен шыққан. Бұл шынымен болды ма, оны ешкім растай алмайды. Сонымен қатар Баха қатыгез бандит бола тұра, қылмыс құрбандарын қабылдап, оларға көмектескен деседі. Оған бірінші кезекте басқа топтар мен алаяқтардан зардап шеккендер барған деседі. Ал Баха фестиваль мәселелерді мүмкіндігінше шешкен. Сондықтан да Баясов туралы екі жақты пікір қалыптасқан. Ол әрі бұзақы шатақ болса да, сонымен бірге біреудің қиындығына көмек беруге дайын адам деп саналды. Қылмыстық авторитеттің өскемендік шешен қылмыстық топтармен, сондай-ақ Шешенстанның өзінен келген шешен қылмыстық топтармен проблемалары болған. Грозныйдан қылмыс әлемінің жігіттері келіп, Бақытқа Алматы байғала екен. Осы қаладан бізге жұмыс істейтін бір аудан бер, деп өтініш айтады. Олар өте үлкен дайындықпен келіптіміз. Жоқ деп айтса, атыс болып, көп адамның өміріне қауіп төнеді. Я дейін десе, Қазақстандағы барлық мәселені өзіміз шешеміз деген қағидасына қарсы болады. Бақыткелді әлгі жігіттерге, жарайды, Алматыдан бір аудан алыңдар,
бірақ бізге Грознойдан дәл сондай аудан бересіңдер депті. Осы сөзден кейін астамсыған жат жұрттықтар не дерлерін білмей асып-сасып қалады. Бақтыгелдінің осы бір сөзі қанатты сөзге айналып кетті. Көп ұзамай оның жауларының қатарына Қазақстандағы орыс ұйымдасқан қылмыстық топтарды қосылды. Баясов олармен металл саудасы нарығын бөліспеген деген қауесет бар. Жан-жақтан жау көбейіп, ал серіктестері жоғала бастаған. Бұған қоса Алматыға ықпалды вор в законияларда көздерін тіккен болатын. Баха фестиваль қарсыластардың соққыларына қарсы тұру үшін барын салды. Тіпті ұйымдасқан қылмыстық топта Мартин лақап атты киллер де пайда болды. Ол белгілі бір адамдарды жою үшін Баханың жеке бұйрықтарын орындады. Ал ұйымдасқан қылмыстық топ жетекшісінің өзі жауынгерлерімен бірге, бәсекелестерімен бірге стрелкалар жүргізіп, мәселелерді бейбіт жолмен шешуге тырысты. Бірақ бұл көмектеспеген соң Баха фестиваль жауларымен қанды қақтығыстарға баратын. Бақтыгелді Баясовтың әрекеті вор в закониялардың да, шешен бандиттерінің де Алматыда өз істерін жүргізуін қиындатты. Оның үстіне жергілікті топтар да Баясовтан қорқып, үлкен аумақтарды басып ала алмады. Ол өз аумағын басып алуды жоспарлағандарды жедел түрде жазалаған екен. Оған деген наразылық күшейіп келді. Баха фестиваль қайтыс болмас бұрын өз достарына мешіт салу туралы ойын іске асырғысы келетінін айтқан болатын. Арманын орындағысы келген Бақыт Алма-Арасанға барар жолдан жерде алып қойып үлгерген екен. Бірақ ол қасиетті үйдің құрылысы аяқталмай жатып көз жұмды. Баха фестиваль 1998 жылдың 11 қазанында Алматының сол кезде Малая станица деп аталған ауданындағы Кеңсай елді мекеніндегі досы Асқарға келді. Жекеменшік үйде тағы 3 беделді танысы болған. Олар бір оқиғаны тойлауға жиналыпты. Бірақ қолдарына автомат ұстаған бетперде киген адамдар шағын үйді қоршап алып жиналысты бұзды. Олар тұрғын үйдің қабырғаларына жан-жағынан бірнеше рет оқ жаудырып тастады. Бұл шабуылдың нәтижесінде Баха фестивальде оның серіктері де қаза тапты. Бұл кісі өлтіруді кім жасағаны белгісіз. Біреулер қастандықты бәсекелестеріне жапса, басқалары билікке асыққан қылмыстық бригадаларды кез келген жағдайда жою туралы үкіметтен бұйрық алған қызметтердің қатысы бар деп айтады. Ал Баханың мұндай жоспарлары бар еді. Ол Алматыдағы Жандосов көшесінің бойында орналасқан нөмірі 12-ші емханада көз жұмды. Ол 11 қазанда 30 жасқа толған туған күнінде жер қойнына тапсырылды. Өзі бақилық болғанымен аты мәңгі жасасын деген ниетпен Бақыттың бауырлары бірге отырып, інілері аяқтай алмай кеткен мешітті тұрғызып қойды. Қазір Райымбекте Бақтыгелді Қаматайұлы атындағы мешіт жұмыс істеп тұр. Аты шулы Баха фестивальді қылмыс әлемінің басқа өкілдерін сияқты қайғылы жағдай күтті. Басқаларға танытқан қатыгездігі мен істеген ауыр қылмысы Бақтыгелдіге өмірін алған тапанша оғынан қайтқан.